Ғалымдардың айтуынша, адамның өмір жасының ұзақтығы сумен байланысты. Су дене мүшелеріне әсер етіп, дене қызуын тұрақтандырады. Оның құрамындағы заттар ағзадағы зиянды токсиндерді сыртқа шығарады және тазартады. Зат алмасу процесін ретке келтіріп, ағзаға пайдалы заттардың тез сіңірілуін қамтамасыз етеді. Қайырлы күн достар. Суды қалай дұрыс тұтыну керек және оның пайдасына тоқталатын боламыз. Видео басталмас бұрын каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Дені сау адам ағзасында 70-80%, ал семіздік ауруына шалдыққан адам ағзасында 65% сұйықтық болады. Бұл ағзаға су мөлшері жетіспесе, адамның семіздік ауруына шалдығып, ісініп кететінін меңзейді. Ал осы су ағзамызға барынша пайдалы, сіңімді болу үшін қалай тұтыну керек, осы жайлы айтамыз. Ең әуелі суды қайнатпай 40-50 градусқа дейін жылытып ішіңіз. Салқын су ағзаға дұрыс сіңбейді. Күнделікті аш қарынға ыстық су ішуді әдетке айналдырыңыз. Суды тамақтанудан 30-40 минут алдын немесе 30-40 минут кейін ішіңіз. Тамақпен бірге ешқашанда су ішпеңіз. Күнделікті 2 литрға дейін су ішіңіз. Бұл ағзаңыздың жұмыс істеуін жақсартады. Аш қарынға бал қосылған жылы су ішіңіз. Ол асқазанның жұмысын белсендетеді. Суды ешқашанда тұрып ішпеңіз. Жылы суға лимон қосып ішудің де пайдасы бар. Ағзаның иммундық жүйесін нығайтып, қан құрамындағы қантты азайтады. Егер осы кеңестерді күнделікті жасайтын болсаңыз, асқазан ішек жолдарын шлактардан тазартасыз. Өттің жұмысы жақсарады. Қан қысымыңыз бір қалыпты тұрады. Артық салмақтан арыласыз. Теріңізді түрлі бөртпелерден тазартасыз. Зат алмасу жылдамдайды. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек жылы су ішу ұсынылады. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді. Сол себептен адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну жүрек ауруларының даму қаупін 41%-ға төмендетеді. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтады. Достар, ақпарат пайдалы болса лайк басып, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.